Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бенто тортын үй жағдайында қалай жасауға болатынын көрсететін боламын. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Егер де жасап көрмеген болсаңыздар, үйреніп алуға болады. Іші молочная девочка болады. Осылай 2 жұмыртқамызды жағып алып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Тым қатты көп те миксерлеп қажет емес. Енді сгущенкамызды қосатын боламыз. Мен бұл жерде 2 бенто торттың құрамын көрсетіп жатырмын. Менің бенто торттарымды байқасаңыздар, біреуі үлкен, біреуі жарты қылып істегем. Сіздер содан 2 жасасаңыздар болады. Осылай сливочный масло қосамыз. Осы үшеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Сливочный маслоларыңыз алдын ала холодильниктен шығып тұрған бөлме температурасындағы болу керек. Егер де қатты болып қалса, іртік болып тұрады. Көп ұзақ миксерлеуге тура келеді. Сондықтан алдын ала істейтін кезде шығарып қоясыздар. Және ұнымызды осылай жаймендеп қосатын боламыз. Және ұнды қосып атып, разрыхлительді бірге қосып жібереміз. Бәрін мен берген құрам бойынша жасасаңыздар, сіздерде де 2 бенто торт шығатын болады. Осылай міне разрыхлительді қосып жатырмыз. Осы бенто тортын әлі жасап көрмеген болсаңыз, дәл осы молочный девочка түрінде жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Дәмі ауызда ериді. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызға да жібере отырыңыздар, олар да жасап үйренсін. Жақындарыңызға, туыстарыңызға осылай өз қолыңызбен жасап берсеңіздер, осыдан асқан сыйлық жоқ деп ойлаймын. Өз қолыңызбен жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Осылай жасап үйреніп алсаңыз, сіз мүлдем торт сатып алмайтын боласыз. Өте дәмді болып шығады. Міне осындай масса шығу керек сіздерде де. Осы массамызбен жұмыс жасайтын боламыз. Енді осындай пергаментный қағаз. Бір ескере кететін жайт, пергаментный қағаздарыңыз жабыспайтын, өте жақсы болып шығу керек. Қазіргі пергаменттердің ішіндегі поклан дегенімен қолдансаңыздар, соған жабыспайды. Міне осылай домалақ сызып аласыздар. Кез келген кішірек ыдыстыкін алып, диаметрі 12, бір 10 немесе 14 болу керек. Осылай міне 2 қасықтан салып алып, жан-жағына дәл менікіндей етіп істейсіздер. Жайып шығасыздар қасықпен. Қызып тұрған пеште 180 градуста бір 7 минутта, немесе пешіңізге қарай 8 минутта, немесе 10 минутта пісіп шығады. Бірақ тез піседі. Сіз неқта 1-2-ін дайындағанша уже пешке салып қойғаныңыз пісіп дайын тұрады. Сондай күйдіріп алмай, жақсылап қарап, барлық корждарды жақсылап пісіріп аласыздар. Пісіріп болған соң асықпай кесе берсеңіздер болады шет-шетін. Одан да кішірек тарелкама, сондай бір ыдыс алып, тағы кесіп шықсаңыздар болады. Байқасаңыздар, мен ешқандай кондитерлік заттарды қолданбай-ақ бәрін үй жағдайында жасап жатырмын. Сіздер де осылай еш қорықпай үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қазір ешкім сатып алынған нәрсені жегісі келмейді ғой. Барлық осындай қолдан пісірілген, сондай нәрселерді жегісі келеді. Күшті болып шығады. Негізі қолдан осылай жасасаңыздар, үй ішіңізді осылай менің рецепттеріммен жасап қуантып тұрыңыздар. Менің каналымда тек бенто емес, бентодан басқа сатылымда жүрген мастер-класстар тегін көрсеткем. Соларды кіріп көрсеңіздер болады. Кешкі астар, дәмді пирогтар, торттар бар. Бәрін көріп жасап үйренсеңіздер болады. Міне осы жерде қалай сіздерге пісіргенімді көрсетіп жатырмын. Қазір пісіп шыққан міне осылай болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай қатты күйдіріп пісірудің қажеті жоқ. Қатты қызартып, немесе күйдіріп пісірудің қажеті жоқ. Осылай ісініп шықса болды. Корж өте нәзік, сондай жұмсақ болып шығады. Сіздерде камерадан қатты көрсете алмай тұрмын. Өте нәзік, иісі де өте приятный, әдемі болып шығады. Бұл бенто торт өзі атына сай, дәмді болып шығады. Тестасы бәрі әдемі болып шығады. Прям жұмсақ болып, кремде тез сіңіп, жаққан соңда тез дайын болады. Менің каналымда осы торттың үлкен түрін жасағам. Егер туған күн мереке болса, өзіңіз жасап көрсеңіз болады. Барлығын оңай түсіндірдім. Крождарымыздың барлығын пісіріп болған соң крем жасайтын боламыз. Мен осындай сливки пайдаланамын. Осы сливки өте жақсы шығады. Және осындай творожный сыр қолданамыз. Сливкиімізді бәрін өлшеп құйып аламыз. Бірінші сливкиді жақсылап миксерлейтін боламыз. Кремді бастамас бұрын миксердің насадкасымен табағын крем істерден алдын морозильникке салып қоямыз. Істейтін кезінде ғана шығарып, осылай бірден сливкиімізді құйып істейміз. Сливкиіміз осындай қою болып шыққанша жақсылап миксерлеп аламыз.
Қоюланған соң үстіне творожный сырымызды қосатын боламыз. Байқап тұрғандарыңыздай кремді жасау аса қатты қиын емес. Осы сливкиді жақсылап қою етіп миксерлеп алсаңыздар, осылай артынша творожный сырымызды салып жақсылап миксерлейміз. Творожный сыры салғаннан кейін одан сайын қоюлана түседі кремдеріңіз. Міне осылай табақты алып төңкергенде креміңіз түсіп кетпеу керек. Осы сонда формасын сақтап әдемі болып тұрады. Осы сахарный пудрамызды саламыз. Енді сахарный пудра бізде дәмді, әдемі тәтті дәмді береді. Осын жақсылап араластырып аламыз. Міне креміміз дайын деуге болады. Уже міне миксерде тоқтатамыз. Қарап тұрсаңыздар, креміміз қою, дәмді болып шықты. Бұл торты міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Міне крождарымыз да тұр дайын болып. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Қарап тұрсаңыздар, қазір ешқандай кондитерлік затты қолданбай-ақ үй жағдайында осылай енді тортымызды жинайтын боламыз. Осы бір кішірек тарелканы алып, шет-шетін барлығын шет-шетін кесіп, бірдей етіп аламыз. Тортымыз әдемі ровный болып шығу үшін. Бұл істеу міндетті емес, негізі кремдеріңіз көп болса, жетсе креммен түзулеп шығаруға болады. Мен бірақ осылай крем аса қатты көп болмағандықтан осылай шеттерін туырлап кремді азырақ жағамын. Менде бұл тарелканың көлемі шамамен 12,5-13. Осылай барлығын кесіп, міне қарап тұрғандарыңыздай кесіп аламын. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, осылайша қазақша контентті қолдап қоюларыңызға болады. Мінекей осылай кесіп болып қалдық. Енді крем жағамын. Осыны екіге бөліп, екі бенто торт жасасаңыздар болады. Немесе менікі сияқты жасасаңыздар болады. Міне бірінші бентомызды жинап бастадық. Әр крождың арасында кремін бірдей етіп салуға тырысыңыздар, сонда арасы біркелкі болып шығады. Міне біз бірінші крожымызды жасап бастадық. Мынау жай ғана лопатка болса, осының өзі көмегі тиеді сіздерге. Лопатка қасықпен істесеңіздер де болады. Егер лопатка жоқ болса, міндетті түрде лопаткамен істеу керек деген сөз емес, қасықпен де жасай берсеңіздер болады. Міне барлығын жинап жатырмыз. Міне осы бентомызды де холодильникке салып қоятын боламыз. Жаңа мына бентонды холодильникке салып шығарып алдым. Енді тегістеп жатырмын. Көңіліңізден шыққанша, тегістігі өзіңіздің көңіліңізден шыққанша болады. Бұл жерде өзіңіздің қолыңыздан келгенше тегістігі көңіліңізден шыққанша жасайсыздар. Тым ұзақ уақыт тегістеп тұра беруге де болмайды. Кремдеріңіз еріп кетуі мүмкін, мүлдем түзеленбей қалуы да мүмкін. Сол үшін барынша тезірек және әдемі етіп жасауға тырысамыз. Бастапқыда қолдарыңыз үйренбеуі мүмкін, кейін жайлап үйренеді. Осындай кремнен азырақ алып қалдым. Жасыл түсті, осы топ декор деген красительден қосатын боламын. Осының бетіне сәндік ретінде қолданатын боламыз қазір. Сосын осы мен жасыл түсімен осындай қызғылт түсін пайдаландым. Маған нежный түс шығару керек болады, және тағы осы бөлек ыдысқа бөліп алдым. Осыдан бір нежный лау түсті шығарып, екеуінің бетін, қазір бентомыздың бетін сәндейтін боламыз. Жақсылап осылай араластырып аласыз. Красительді көп қосып қажет емес. Өзі байқағаныңыздай азғандай салсаңыз, соның өзі жетіп жатыр. Бетін сәндемес бұрын, жазбас бұрын осылай шпажкамен жазып аласыздар. Қолдарыңыз үйренгенше шпажкамен жазып аласыздар. Мен қазір Рамазан айы болғандықтан Рамазан деп бетіне жазып жатырмын.
қолдарыңыз бастапқыда үйренбеуі мүмкін, онша жаза алмауларыңыз мүмкін, бірақ мұңаймаңыздар. Сәл істесеңіздер үйреніп алады қолдарыңыз. Аса қатты қиын емес негізі. Міне осылай өзіңіздің көңіліңізден шыққанша әсемдігі өз ойыңызбен жасай бересіздер. Бентоға сурет салу аса қатты қиын емес. Егер қиын деп ойласаңыз, міне қазір Pinterestте, сондай әлеуметтік желілерде көп қой бентоның суреттері, соларға қарап сала берсеңіздер болады. YouTube'да да неше түрлі идеялар бар, солардан қарап жасасаңыздар болады. Міне Happy Ramadan деп істедім. Маған істеген өзіме ұнады. Сіздер де өз көңілдеріңізден шыққанша сәндейсіздер. Мінекей біздің бенто торттарымыз дайын. Енді осыны холодильникке салып қоямыз бірнеше уақытқа. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналда көптеген бірнеше рецептілер бар. Кіріп көріп жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Айткүл.